Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Қазір мен сіздерге Платон жүйесінде жұмыс жасауды көрсететін боламын. Ең бірінші логин паролмен кіреміз. Біріншіден журнал преподавателін ашамыз. Вкладкаға новый. Енді осы жерде тұрған журналдар барлығы сіздердің сабақтарыңыз. Егер бұл жерде белгілі бір журналдар жоқ болса, бірінші семестрдің, онда оны енгізу керек. Онда оны маған айтасыздар, мен енгізіп беремін сіздерге. Енді мысалға бұл жерде 25-ші топқа учебный руп ашайық, рабочий учебный программа ашайық. Ол үшін басты бетте бізге рабочий учебный программа деген меню бар, соған барамыз. Басқан кезде төмен жағынан руп деген меню ашылады, соны басамыз. Енді қарап тұрсаңыздар, бұл жерде сіздерде көбісінде 0 болып тұрады. Мына кісі бір руп ашып қойыпты, осының ішінде жұмыс жасау керек негізі. Әр группаға, әр пәнге бөлек-бөлек учебный программа ашу керек. Ол үшін оң жағында, жоғар жағында добавить деген батырманы басамыз. Мамандықты таңдаймыз, мысалға технический обслуживание. Учебный планға группаның атауын таңдаймыз. 25-ші топ. Енді бұл жерде бірінші модуль емес, бірінші дисциплинаны таңдау керек. Дисциплинаға мысалы химия. Химияның алдында қарап тұрсаңыздар ЖББ01 дейді. Бұл осы пәннің модулі. Сол подсказка беріп тұр бізге. Модуль деген жерден сол ЖББ01 деген таңдауымыз керек. Басамыз. Міне ЖББ01 деген бар, соны таңдаймыз. Енді язык обучения группы дейді. Бұл топ қазақ тобы. Қазақ таңдаймыз и сохранитті басамыз. Мына жерде назад батырмасы бар, басамыз, қараймыз. Міне біз ашып қойдық бір учебный программа. Енді осыны басамыз. Мына жерде журнал оценки деген бар, соны басып көреміз. Мына жақта осы руптың журналы ашылады. Соны басамыз. Ашылды міне. Егер сіздердің руптарыңыз дұрыс ашылса, онда мынандай журналдың ішінде мынандай жасыл кнопка пайда болады. Сол жасыл кнопканы басу арқылы сол журналдың рупын аша аламыз біз. Мысалға міне. Ол жасыл кнопка пайда болмайды қандай жағдайда? Егер рупты осылай ашқан кезде, мына язык обучения группы дегенді мысалға не определено, немесе русский деп қойсаңыз, қате қылдырып қойсаңыз, онда сол группаның журналын ашқан кезде мына жерде жасыл кнопкасы пайда болмайды. Егер біз рупқа барып, мына жерде русский емес, бұл қазақ тобы еді ғой деп сақтасақ, мына журналымызды обновить ететін болсақ, жасыл кнопка пайда болады. Бұл жасыл кнопканың пайда болғаны осы журнал бойынша руптың дұрыс ашылғандығын білдіреді. Енді біз тағы да бір руп ашып көрейік, назадты басайық. Біз жаңа химияны ашқан болатымыз. Енді осы жерде жоғар жағынан тағы да бір пәнге ашайық, добавить. Жаңағы слесарьды алайық, 25-ші топ. Биологиясын алайық. Бұл ЖББ1 дегенге жатады екен, оны да таңдаймыз. Қазақ тілі деп таңдаймыз, сақтаймыз. Сақталды, назадқа басамыз. Көреміз. Биология, химия мен ашып қойдым. Тура солай қанша сабақтарыңыз бар, барлығынан руп ашып қоясыздар. Сосын солардың ішінде темаларыңызды енгізіп, сабақтарыңызды өте бересіздер. Мысалға биология пәні. Мына бірінші бетіне болды тиіспейміз ашып болғаннан кейін. Енді біздің жұмыс разделға кіреміз. Бөлімдері. Оң жағын басып, добавить дейміз. Мысалға бөлім номер 1, мысалға сақтаймыз. Сақталды міне. Тағы да алуға болады. Бөлім номер 2. Қанша разделдарыңыз бар, сонша раздел кіргізесіздер. Енді осыдан кейін сол разделдарға жататын тақырыптарды енгізу керек. Ол үшін тема деген жерге кіреміз, мына жерде. Осы жерге кіріп, оң жағында добавить батырмасын басып, раздел дегенде бағанағы разделдарды таңдаймыз. Қай тақырыпты жазайын деп отырсыз, соның разделін таңдайсыз ғой. Мысалға бірінші бөлім. Мысалға тақырып. Кіріспе. Кіріспе дейміз де. Количество часов деген жерді указывать етеміз. Мысалға 2 сағат, или 4 сағат, или 10 сағат. 2 сағатты көрсетейік. Сақтаймыз. Сақталды міне 2 сағат. Келесі тағы бір тақырып енгізейік. Бұл уже екінші бөлім болсын, мысалға, или бірінші бөлім болсын. Бұл жерге жасушалар, мысалға, биологияның, не? Бұдан, мысалға, 4 сабақ деп қояйық, или 6 сабақ өтеміз дейік, мысалға. Болды. Осы количество теоретических часов деген жерге сағатты указывать етесіздерді, төмен жағында сақтайтынды басасыздар, болды. Бұл жерге теспейсіздер басқа. Енді қараңыздар, мына жерде дата деген жері пустой. Неге? Өйткені бұлар журналға бекітілген жоқ, сол үшін бұл жерде датасы көрінбей тұр. Қазір мен осы екі тақырыпты журналға бекітем, содан кейін осы жерде қайттан айналып келіп көреміз, датасы пайда болу керек.
Енді бұл жерден журналды ашу үшін мына жоғары жағында журнал оценка деген жерді басамыз. Sonra көк жазуды басамыз. Журнал ашылады осы топтың. Мысалға мына жерде журналға кіреміз міне. Оды 10 деген коды осы бәрінің. Мысалға декабрьде болды, мысалға декабрьдің 2 күні сабақ болды. Плюстің үстін басамыз. Тематика деген жерге тақырып таңдаймыз. Мысалға кіріспе. По плану бағана 2 сағатты көрсеттік. Ол мына жерде тұр міне 2 сағат деген. Соны неяқта қаншауын өткіземіз? Мысалға 1 сағатын өткіземіз. Или 2 сағатын өткіземіз. Сақтаймыз. X-ті басамыз, көреміз. Мынандай карандаш пайда болды. Көрдіңіздер ме? Вторник күні сабақ болды мысалға. Ол кезде екінші тақырып болды, бірақ бұл 6 сабақ план бойынша 6-ау. И тағы бір тақырып мысалға біреу өтеді. Или 2 тақырып өтеді, мысалға сақтадық. Назад. 3 күнге өтті міне. И 5 күнге тағы да бағанағы жасушаларды өтеміз. Оның екеуін жаңа қойып тастадым. И мына жаққа тағы да 2 сағат қойып көрейік. Сақталды. Кетті. 5 күн кетті. Тағы да мысалға 9 күнге жасушаларды таңдаймыз. 6 план бойынша 4-еу өтілді, 2 сағат тағы да өте аламыз. Сақтаймыз. Қойылды. Міне қойылды. Бүткіл тақырыптарымыз енді бағанағы рабочий учебный программаға барайық. Ол үшін журналда жасыл кнопка бар, соны басып бара салуға болады. Ал ашайық. Енді темы деген жерге кірейік. Міне даталар шығып тұр. Мына бірінші тақырыпты мен 2 декабрьға қойған болатынмын. Сол шығып тұр міне автоматически, көрдіңіздер ме? Енді жасушаларды 6 сағатты мен 3-не қойдым, 5-не қойдым, 9-на қойдым. 3-і, 5-і, 9-і. Соның бәрі автоматты түрде осы жерге шығады. Болды. КТП-ны толтырар кезде рабочий учебный программаны бұрынғыша КТП. Басқа ештеңе жасамайсыздар. Осылай ғана жасайсыздар, болды. Мына карандаштар қойып болған жерге енді бағаларын қоясыздар. 85, 85 мысалға, 1.85 қойасылайық жарайды. Енді қарап отырыңыздар, міне мен баға қоям. Баға қойғаннан кейін мына карандаштың қасындағы корзина жоғалып кетеді. Қазір қараңыздар. Төмен жағында выставить деген оценканы басамын. Мына карандаш жоғалып кетеді. Көрдіңіздер ме? Баға түскеннен кейін карандаш жоғалып кетеді. Енді қараңыздар. Жаңағы рупқа барайық. Рупта әлі тақырыптар тұр, Мысалы, мыналарды мен қате енгізіп қойыптым дейік. Удалить етесіз корзинаны басып. Мынау 5 күнге де қате қойып қойыптым десеңіздер, тағы да удалить етесіздер. Баға өшіріледі, карандаштар өшіріледі, егер сіз сол күннің астына баға қоймасаңыздар. Енді рупты ашып көрейік. Рупты қарасаңыздар, барлық даталар өшіп қалды. Өйткені мен карандаштарды, бекітілген темаларды өшіріп тастадым. Енді мына жерде мына екінші тақырып қате енгізіп қойып, мынаны қайтып өшірем десеңіздер, онда сол 2 күнге қойылған бағалардың бәрін өшіру керек. Мысалға менде бірақ баға. Бағаның үстінен басып, удалить оценку дейміз да, окей дейміз да. Сол кезде мынаның қасынан карандаш пайда болады. Міне көрдіңіздер ме? Сол карандашты басу арқылы сіздер өшіре аласыздар. Өшірілді. Енді рупқа барайық. Бүткіл тақырыптар өшіп қалды, көрдіңіздер ме? Осылай жұмыс жасайсыздар, болды. Енді мысалға тағы да 2 декабрь күні 1 тақырып болды, 2 сағат. И сол күні тағы да 2 тақырып болды, 2 сағат десеңіздер, онда осылай қоясыздар. Тағы тақырып болса, тағы қоя бересіздер осы жерге. Сохранитті басасыздар, X-ті басамыз. 2 күнді көреміз, міне 2 клетка ашылды автоматически. Енді рупты ашып көрейік. Рупқа екеуіне бірдей дата түсті, өйткені екеуін бір датаға бекіттім. Енді 2 күнге бірінші тақырыпқа мысалға 50 деген балл, мынаған 70 балл қойып көрейік. Төмен жаққа барып, сохранитті басамыз. Көрейік. Баға түсті. Әрқайсының астынан бір-бір клеткадан ашылды. Бұл жерге баға қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Бұл тек қана сіздерге мүмкіндік беріп тұр, тағы баға қоятын болсаң, осының ашып тұрмын деп енді система. Диктант жазған кезде 4-4, 5-5 деп қойып қой, сол бағаларға арналған клеткалар ғой, сондай бағаларға. Енді бағалардың бәрін қайттан удалить етейін міне. 50-ді де удалить етейін. Болды. И мына карандашты да удалить етіп тастаймын. Осылай сіздерде жұмыс жасай аласыздар. Енді қазір сіздер бір рупты ашып, бір карандашты мен бекіткендей бекітіп, бағасын қойыңыздар да, маған журналдың ссылкасын жіберіңіз. Осылай журналды ашасыздар да, мына жоғары жағында ссылка әдісі бар міне. Үстінен бір рет бассаңыздар, осылай выделяться етіледі, соны копировать дейсіздер де, маған WhatsApp-тан вставить деп жіберіп бересіздер ссылкасын, жаңағы чатқашы. Соны мен тексеремін.
Сосын дұрыс толтырдыңыз, дұрыс толтырмадыңыз, соны айтып бере аламын. Болды. Осымен Платонсыз толтыру жүйесіне арналған видео аяқталды. Сау болыңыздар.